Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ әдебиеті 8-ші сынып. Тақырып Шалкиіз жырау би темірге айтқан бірінші толғауы. Тірек сөздер: ел басқару, би, ақыл кеңес, қауіп, дұшпан, елдік, жалғыз, көп жаман, қол арту. Би темірге айтқан бірінші толғау. Аспанды бұлт құрсайды, күн жауарға ұқсайды, көлдерде қулар шулайды, көкшіледен ол айуан соққы жегенге ұқсайды. Көп ішінде бір жалғыз, көп мұңайып жылайды, күйбеңдескен көп жаман сөзі түйгенге ұқсайды. Алп басқан, арабы торым өзіңсің, жазылы алтын қол кескен алдаспаның өзіңсің. Білерді білмес не демес, сұлтан ием сен менің бармай тапқан қақпамсың. Алтынды кесе сары бал, алсам мен саған ұсынармын, тал мойныма қол артсаң, күліктенбек ұнармын. Көбең семіз торыңмын, көп құлыңның бірімін, атаның ұлы жақсыға, малыңды бер де басын қос, бір күні болар керегі. Бостаны барды теректің, болаты барды беректің, тұсындағы болған нартың қорлама, тұсындағы болған нартың қорласаң, табылмасты керекте. Ақылсыз достыдан ақылды дұспан артықты, дұшпаныңнан бір сақын, ел ішінде айқасып, ойнап жүрген достарыңнан мың сақын. Жоғары қарап оқ атпа, жуық түсер қасыңа, жаманға сырыңды қосып сөз айтпа. Күндердің күні болғанда, сол жаман айғақ болар басыңа. Жақсы да келер бұ көкке, жаман да келер бұ көкке, түгел іс қойып болмас бір кепке. Сен алтынсың, мен құлмын, сен жібексің, мен жүнмін, сен сұлтансың, мен құлмын. Кекшіліден, көкшілі, қыран құстың бір түрі. Көбе, оңалған, ет алған, оңданған. Бостан, қазақ тілінде мағынасы көп. Бұл жерде бұтақ, берек, үрім деген. Нарт, асыл, игі, жақсы деген мағынаны білдіреді. Сақын, көне сөз, сақтан деген мағынада қолданылады. Сөз сандық. Арабы, араб тұқымдас жылқы. Алдаспан, ермек қылыш, жекпе-жек шайқаста қолданылатын қару. Күлік. Бірінші, сәйгүлік, саңлақ, жүйрігі. Екінші мағынасы әйгілі, атақты деген мағынада. Берен. Бірінші мағынада пышақ сияқты қару. Екінші, қымбат асыл мата. Үшінші, асыл матадан тігілген киім. Төртінші, ұңғысы ұзын шиті мылтық. Бесінші, денеге қару өткізбейтін болат сауыт. Алтыншы, шыны пластикалық кеудеше. Жетінші, ауыспалы мағынада батыр ер деген. Берек. Бұл жерде қонарлы, нәрлі деген. Шығарма қандай тақырыпта жазылған? Шығарманың тақырыбы жыраудың биге ақыл кеңесі. Шығарманың негізгі идеясы қандай? Идеясы дос дұшпанды ажырата білу. Толғауда би темір бейнесі қалай суреттеледі? Оны хрестоматиядан тауып оқимыз. Жыраудың би темірге ақыл кеңес беретін сөздерін жинақтаңдар. Атаның ұлы жақсыға малың бер де басын қос. Тұсындағы болған нартың қорлама. Дұспаныңнан бір сақын, достарыңнан мың сақын. Жоғарыға оқ атпа, жаманға сырыңды қосып сөз айтпа. Толғауды оқығаннан кейін қандай қорытынды шығара алдыңдар? Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық. Дұшпаннан бір сақтан, достарыңнан мың сақтан. Өйткені достарың барлық сырыңды біледі. Жаманға сырыңды айтпа, сыртқа жаяр, бір күні алдыңнан шығар, дейді жырау. Толғаудың өздеріңе ұнаған шумақтарын жаттап алыңдар. Сен алтынсың, мен пұлмын деп басталатын шумақта жырау не айтқысы келді? Биді өзінен жоғары бағалайтынын, ақыл үйретіп емес, өмірден түйгенін кеңес ретінде жанашырлықпен жеткізетінін айтқысы келді. Даналық сөздер атты сөз жұмбақты шешіңдер. Қорқыт қай өзеннің бойында дүниеге келген? Сырдария. Даналық кітабы басқаша қалай аталады? Диуани хикмет. Бәмсі байрақ бесікте жатқанда атастырылған қыз. Бану. Жыраулық поэзияның бір өкілі. Ақтамберді. Балаларыма өсиет өлеңіндегі Ақтамберді жыраудың өсиеті. Бірлік. Шалкиіз жырау өз толғауында би темірді неге теңейді? Алтынға.
Қиуадан алатын, қияннан айла табатын. Көп нүктенің орнына қажетті сөз. Ақыл. Даналық кітабындағы әулиенің аты. Арыстан баб. Қорқыт ата шығармасындағы Байбіжәннің құдасы. Байбөрі. Шағырмақ бұлт жайтастар өлеңінің авторы. Жырау кім? Шалкиіз. Ақтамберді Сағылұлының шығармалары енген жинақ аты. Алдаспан. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салдырған кім? Әмір Темір. Қорқыт күйлерінің бірі Ұшардың ұлуы. Даналық сөздер. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше.